Сонымен сәлематсыздар ма? Бүгін біз сіздермен Қазақстан тарихы пәні бойынша жаңа тақырыппен танысамыз. Жаңа тақырыпты өтеміз. Сәлематсыздар ма, балалар? Менің экраным сіздерге көрініп тұр ма? Жақсы, сіздерді көргеніме қуаныштымын. Жақсы, сонымен балалар, суретке назар аударсаңыздар, сіздердің алдарыңызда бірнеше суреттер бар, соларға назар аударыңыздар, яғни осы суреттердегі қандай ой, қандай, яғни суреттегі тұлғалар кімдер екен? Жоғары жақтағы суретке назар аударсаңыздар, сіздердің пікірлеріңіз бойынша олар нені талқылап жатыр? Мына төменгі жақта, яғни Әлихан Бөкейхановтың пікірі бар, жерге қатысты пікірі бар, бұл пікірмен келісесіздер ме, және де не себепті? Кәнеке балалар, өз пікірлеріңізбен бөліссеңіздер. Бұл суреттерде үстінде Алаш партиясының отырысын көріп отырмыз. Ал мына жерде Әлихан Бөкейхановтың жер және жер өйткені жерсіз отан жоқ, жерсіз адам жоқ, жерсіз мемлекет болмайды. Мен бұлмен келіспеймін. Келіспейді екенсің, сен бұл пікірмен? Не себепті? Себебі жерсіз отанымыз бар, өзіміздің тәуелсіздігіміз, бірлігіміз болса, біз өз отан бола аламыз деген ойдамын. Алайда мемлекет болу үшін алғашқы принциптердің бірі, алғашқы қағидаттардың бірі, бұл мемлекетті құру үшін әрине жер керек, халықты орналастыру үшін, жалпы тәуелсіздікке қол жеткізу үшін де осы, яғни әрбір халықтың аңсағаны жер болып табылады. Сол себепті өзіндік пікірін әрине Рабиға бұл. Кәнеке тағы да кім өз пікірін білдіре алады? Осы жоғарыда берілген кісілерден кімді таныдыңыздар, Кәнеке? Апай, мен Әлихан Бөкейханұлының сөзімен қосыламын. Себебі жерсіз адам болмайды, жерсіз мемлекет болмайды. Мәселен, біздің Қазақстан Республикамыздың өзіміздің, яғни көршілес мемлекеттермен шекарамыз анықталып, өзіміздің, яғни территориямыз бар, жеріміз бар. Жақсы, Кәнеке тағы кімдерді танысыңыздар тұлғалардан? Мұстафа Шоқай және де Түркістан автономиясын құрған адамдар. Алаш орда үкіметінің құрамында кірген адамдар, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов деген кісілер, Әлихан Бөкейханов деген кісілер. Жақсы балалар, сонымен ары қарай біз өтейік. Бүгінгі тақырыбымыз, сіздердің анықтаған, яғни берген түсініктеріңізге сәйкес тақырыпты дәптерлеріңізге жазып қойыңыздар. Қазақстандағы ұлттық автономиялар. Зерттеу сұрағы: Алаш орда үкіметі мен Түркістан автономиясы идеялар неліктен жүзеге аспады екен? Осы сұрақ төңірегінде біз сіздермен жұмыс жасаймыз. Дәптерлеріңізге түсіріп қойсаңыздар. Мына жақта кешігіп жатқан кісілер бар. Әріптестер, соларда қосып алып жатырмын. Сонымен тақырыпты жазып қойыңыздар. Қазақстандағы ұлттық автономиялар. Зерттеу сұрағымыз: Алаш орда үкіметі мен Түркістан автономиясы идеялар неліктен жүзеге аспады екен? Дәптерімізге түсірдік қой, балалар. Жақсы, арғатай көшейік. Сонымен оқу мақсатына балалар назар аударыңыздар. Біз сіздермен бүгін екі оқу мақсаты төңірегінде жұмыс жасаймыз. Яғни бірінші оқу мақсаты Қазақстанда құрылған ұлттық автономиялардың маңыздылығын бағалаймыз. Қазақ зиялыларының қоғамда рөлі мен қызметін талдаймыз. Балалар, сіздермен бағалау критерийлерін анықтайық, Кәнеке. Осы оқу мақсаттарына сәйкес біз нені білуіміз керекпіз деп ойлайсыздар? Қазақ ұлттық автономиялар туралы маңыздылығын жалпы. Жақсы. Ұлттық автономиялардың құрылуы, қашан құрылды, оның құрамы қандай еді? Жақсы. Тағы да қандай пікір? Келесі, осы алған білімімізді, осы ұлттық автономиялар туралы, осы ұлттық автономияларды құруға қатысқан қазақ зиялылары туралы білімді қалай қолданады екенбіз біз?
Біз оны тапсырма орындаған кезде, тапсырма барысында біз сол білімімізді қолдана аламыз. Қолдануға тырысады екенбіз, иә. Жақсы, оқу мақсаты негізінде талдау, яғни нені талдайды екенбіз? Кәнеке, басқа балалар, кәнеке қатысайық тағы да. Қоғамдағы рөл қызметін талдаймыз. Қызметін талдаймыз, жақсы. Ал кәнеке бағалау, иә, енді соңғысы, осы оқу мақсатына сәйкес, біз, яғни, қандай бағыттарды бағалайды екенбіз? Кәнеке, басқа балаларымыз сабаққа қатысып отырайық. Кәнеке? Неге баға береміз? Ұлттық маңыздылығына баға беру. Жауабымды қайталап жүрсең? Қазақстандағы ұлттық Автономиялардың маңыздылығына баға беру. Баға береміз, иә, автономиялы маңызына баға береміз. Жақсы. Тағы да қандай пікірлеріңіз бар? Қазақ Жаңағы Қазақстан ұлттық автономиядағыларға қазақтардың зиялыларына баға беру. Жақсы балалар, яғни пікірлеріңіз дұрыс, бағалау критерийін сіздермен анықтады. Ары қаратай көшейік. Сонымен балалар, біз сіздермен бүгін сөздермен танысамыз, жаңа сөздермен танысамыз. Бұл Түркістан автономиясы, Алаш автономиясы, аумақтық ұлттық автономия, амнистия және репрессия деген осындай терминдермен тағы да танысады екенбіз, иә. Балалар, осы тірек сөздерді жұмыс барысында қолдануға тырысыңыздар. Біз сіздермен бүгін, яғни Қазақстан территориясында құрылған екі автономия, Түркістан автономиясы мен Алаш Орда автономиясы туралы өтеді екенбіз. Жақсы балалар, мен сіздерге чатқа мәтін жібердім. Мәтінді жүктеп алсаңыздар. Жүктелді ма? Менде жүктелді. Жақсы. Мәтінді жүктеп алып, балалар, осы берілген, кешіріңіздер, сұрақтарды қолданып, яғни сұрақтардың сұлбасын қолдана отырып, яғни сұрақ және жауап құрастырыңыздар. Әр қайсыларыңыз біреу. Мәтінмен таныса отырып, жаңа өзіңіз бір фактіні таңдап, соған сұрақ және жауап құрастырыңыздар. Бұлар барлығы сіздерге 5 минут. Әріптестер, микрофондарыңызды сөндіріп қойсаңыздар, рахмет. Мәтінді жүктеп, мәтінмен танысыңыздар және оған сұрақ құрастырыңыздар. Әріптестер, микрофондарыңызды сөндіріп қойсаңыздар. Балалар, сіздерде 3 минут қалды.
Жұмысымызды тамамдайық. Балалар, сонымен аяқтадық, иә? Кәнеки, мәтінмен таныса отыра, сіздер, яғни қандай сұрақтар құрастырған екенсіздер? 5-6-ын оқиық, кәнеки. Болады ма, мен айтамын? Камшат, кәнеки. Неліктен халық өте зор Түркістан автономиясына үміт артқан? Неліктен? Неліктен, иә, халық Түркістан автономиясына зор үміт артты? Жақсы, жауабын? Өйткені осы автономиясының оның идеясы және нақты бағдарламасы болмады, бірақ та ол адамдарға үміт артты деп айтуға болады, иә? Халық үміт артты, иә? Жақсы, келесі сұрақ, кәнеки. Болады ма? Жақсы. Сіздің ойыңызша неліктен Алаш және Түркістан автономиялары бірікпеді? Бұның жауабы, Түркістан автономиясы олар көбінесе дін туралы ойласа, ал Алаш автономиялары олар халықтың қамын ойлайды және сонымен қатар халықты қалай қорғау қажеттігін ойлайды. Жақсы, Европаша, иә, даму жолын таңдады. Жақсы, кәнеки, келесі тағы да бізде. Апай бола ма? Жақсы, Рабиға. Мен сұрағым, автономия сөзін басқаша қалай түсіндіруге болады? Жауабын? Жауабым, ол әлеуметтік қауымдасқа берілген өзін басқару жүйесі деп айтуға болады. Жақсы, тағы да кімнің сұрағы бар? Даяна? Алаш автономиясының құрамына қандай облыстар, аудандар, ордалар енгізілді? Жақсы. Жауабым, Бөкей ордасы, Орал, Торғай, Ақмола, Семей облыстары, Каспий сыртының облысы, Алтай губерниясындағы мекендейтін аудандар. Жақсы, Ақбота, кәнеки. Микрофонды қоса ғой. Так, Ақботада шамалы ақаулықтар болып тұр. Кәнеки, Аяжанды, мүмкін сенде бар сұрақ? Апай, менің сұрағым, Қоқан автономиясының жеңілу себептерін атаңыз. Жақсы. Жауабы, оның орнықты идеясы мен нақты бағдарламасы болмады. Жақсы, тағы да балар, қосарларыңыз бар ма? Мүмкін тағы да қосымша дайындаған сұрақтарыңыз бар? Жоқ, иә? Жақсы балар, сонымен арғата өтейік. Жалпы сіздерге берілген мәліметте сіздер Алашорда және де Түркістан автономиясымен танысқан тұғынсыздар. Ол қай жылы құрылды, құрамына енген мүшелерімен танысқан тұғынсыздар. Жалпы оның қызметімен және де ыдырау себептерімен. Жақсы балар, сонымен мен сіздерге осы алынған
мәтіннің негізінде, ақпараттың негізінде Алаш Орда автономиясы мен Түркістан автономиясын сіздермен салыстырайық кәнеке. Оң жағында дескрипторы бар. Біз бұл салыстыруды сіздермен электронды, яғни онлайн платформаны қолдану арқылы жүзеге асырайық. Чатқа өтсеңіздер балар, сіздерге чатқа сабақтың басында ссылка жіберген тұғымында сағат 4:00 деп тұр. Сіздерде алғашқы ссылканы бассаңыздар. Баса қойыңыздар. Алғашқы ссылканы. Видеодан кейінгі алғашқы ссылканы басыңыздар. Жақсы, өте қойыңыздар соған. Әріптестерге мен сіздерге демонстрация экраны қосамын, сол сәтте сіздер ссылкамен өтпей қоюларыңызға болады. Кәнеке балар, қосылыңыздар. Жақсы. Сонымен Вен диаграмманы толтырайық. Кәнеке, сол жағына Алаш автономиясына қатысты ғана ақпарат жазамыз. Оң жағына Түркістан автономиясына қатысты ақпаратты, яғни ортасына екі автономияның ұқсас тұстарын толтырамыз. Кәнеке. Әріптестер, өтініш, микрофондарыңызды сөндіріп қойсаңыздар. Мына жерде Алия толықтырып жүр. Все, шықты. Мына жерде Аяжан қателесіп отқан жоқсың ба? Аяжан? Ресейде құрылды ма ол? Кәнеке балар, толтырайық. Кәнеке балар, мына жерде Алаш Орда автономиясы үшіншісіне де жазып жүріңіздер. Түркістан автономиясының үшіншісіне де жазып жүріңіздер. Тағы да, яғни текстегі мәліметті қолдануларыңызға болады, олардың ортақ идеяларын қарастыруларыңызға болады. Болды ма? Мына жерде Рамазан. Жазасыз ба сіз, Рамазан?
Вен диаграмманы біз сіздермен құрастырдық. Егер де толтыратын болсаңыздар жаза қойыңыздар. Мына жақта жазып жатыр екен. Жақсы, жетекшілерін анықтапсыздар. Территориясын анықтапсыздар. Мына жерде, яғни екінші Орынбор территориясы депсіздер. Қалай толтыруға болады? Кәнеке, кім айтады? Алашорда автономиясының территориясын. Біз алдында сұрақ құрастырдық, айта ғой. Дарья бойы. Ержан тағы да. Кәнеке толтырайық, территориясын. Бөкей ордасы. Кім толтырып жатыр, балалар, кәнеке? Айжан толтыра қойшы, кәнеке, өзің. Апай болады, мен айтам. Толтыра ғой. Ол бізде Орынборда, Оралда, Семейде және Омбыда болды. Яғни Қазақстанның, яғни көп бөлігін қамтыған екен, тек қана Орынбор емес, астанасы Семей дұрыс көрсетіп отырсыздар. Түркістан автономиясының территориясын, көрсетуге тырысыздар. Астанасы Ташкент дегенсіздер, Мына жерде үшінші тағы да толтыруға болар еді. Мына жерде жазуға тырысып жатыр, жазғаны өшіп қалды. Ұқсастығына, екеуі де бір жылы құрылған. Үкіметте, орын берілетін болса, мәселен, егер Алашорда автономиясы есімізге түсіретін болса, 25 орын болса, оның өзге ұлт өкілдеріне берген тұғында, және екеуінде күшпен және кеңес үкіметі таратқан екен, Жақсы балар. Презентациямызға қайтып оралайық. Балар. Сонымен, осы екі автономияның құрылуына үлес қосқан екі кісі бар, ұлт көсемдері дейміз бұл кісілерді, Мұстафа Шоқай және де Әлихан Бөкейханов деген кісілер. Балар, назар аударыңыздар, біз осы екі кісіге арналған шағын видеороликті тыңдау арқылы және де өзіміздің қосымша білімімізді қолдана отырып, алдыңғы біліміміз, Алаш партиясы туралы білімімізді қолдана отырып, тұлғаларға баға беруге тырысамыз. Сіздермен екі, яғни топқа бөлінеміз. Назар аударыңыздар, тұлғаға қалай баға береді екенсіздер, яғни тұлғаға баға беру барысында бірінші тұлға ретінде қалыптасуына әсер еткен жағдайларды қарастырасыздар. Яғни сол кезеңде тарихи жағдай қандай болды? Яғни бұл 20-шы ғасырдың басы, Қазақстаны. Бұл кісі қандай әлеуметтік топтан шыққан екен? Оның айналасындағы адамдар, ол кісілердің білім алуы қандай еді, қалай білім алды, қай жерде білім алды деген секілді. Сол кездің өзіне олардың идеялық саяси көзқарасында қандай ерекшеліктер болды. Келесі, елдегі жағдайға көзқарасы, ол кісінің жеке қандай қасиеттері әсер етті бұл кісілерді лидерге айналуына, ұлт көшбасшысына айналуына, мінезінің ерекшеліктеріне, елдегі жағдайға көзқарасы қандай болды. Және тұлғаға баға беруге тырысамыз. Бұл жерде, ол кісі қандай әлеуметтік топ мүддесін қорғады және қоғам үшін қандай қызмет атқарған екен. Оң жағымызда балар дескриптор бар, соған назар аударыңыздар. Қазір сіздерді балар сессияға бөлеміз, сессионный залдарға бөлеміз. Балар, сонымен сессионный залдарда біз сіздермен Мұстафа Шоқай мен Әлихан Бөкейхановтың қызметін талдауға тырыстық. Сонымен бірінші топтан бізде кім сөйлейді? Рабиға. Жақсы, тыңдап отырмыз. Біз өз тобымызбен Мұстафа Шоқайға баға бердік. Мұстафа Шоқай ол көрнекті ғалым, ол Түркістан автономиясының жетекшісі болған. Ол мемлекеттік думада жұмыс істеген. Оның қалыпты жағдайы жаңағы Қазан революциясынан кейін пайда болды. Ол Түркістан мемлекеттің құру идеясын ұсынған болатын. Және де өз Түркістан аталған 4-ші құрылтай Түркістан автономиясын сайлады. Ол 1918 жылы жаңағы Тынышпаев өз еркімен жұмыста босатылғаннан кейін
ол жаңағы Түркістан автономиясының жетекшісі болып тағайындалды. Оның халыққа деген ынтасы. Көбінесе ол қарапайым халықтың мүддесін қорғаған болатын. Ол халыққа адал қызмет атқарған. Ол әр халықтың ойынмен, олардың көзқарасымен бөліскен. Жақсы, және де осы өзінің алдына қойған мақсатына жету үшін өмірін қиды деп айтуға да болады, иә? Денсаулығын, өмірін осыған жұмсады деп айтуға болады. Жалпы осындай бір ерекше тұлғалардың бірі, иә? Жақсы, екінші топтан шамалы уақыттан қалып келе жатырмыз. Техникалық ақаулықтарға байланысты. Кәне, екінші топ кім бізде? Рамазан Қазақбота. Жақсы, Ақбота. Әлихан Бөкейхан бала кезінен зерек кісі болған екен. Ол кісі жаңағы орман институтын және де заң факультетін бітірген кісі. Ол кісі қазақ елінің экономикасы және саясатын дамытқысы келген кісі еді. Ол кісі осы жаңағы саясатпен экономика ғана емес, өнер мекемелерінің ашқысы келген екен. Ашты. Ол кісі әлемдегі, қалай айтсам, кәсіпкерлердің деңгейіне де кірген кісі еді. Әлихан Бөкейханның атқарған жұмысы бойынша ол кісі Алаш ордасының партиясына кірген еді. Ол кісі осы қазақ елі үшін өз жанын берген кісі еді. Жақсы, балалар, жақсы, рахмет. Сонымен 1 минут уақыт бөліп, балалар осы Қоқан автономиясы Алаш орда үкіметінің ортақ идеясы неліктен жүзеге аспадығы тест талдау жасап жүрсек, кәнеке балалар, қандай саяси факторда атар едіңіздер, кәнеке балалар? Жаңағы оларды кеңес үкіметі мойындамаған болатын. Жақсы. Тағы бір экономикалық факторды атасақ? Қандай экономикалық фактор бар? Естілмей тұр, кәнекте бар? Олар милиция органдарын таратуды және тағы да басқаны қамтыды. Бұл саяси факторға жатады, иә? Экономикалық фактор, жақсы, екі саяси фактор, экономикалық факторға? Апай, ол салық жүйесінің қалыптасуы. Қалыптаспауы деп айтуға болады, иә? Мемлекетті қамтамасыз етуші, автономия қамтамасыз етуші. Жалпы қазақ жері кешеуіл экономикалық тұрғыда кешеуіл дамыған тұғында, иә? Әлеуметтік факторға нені жатқызуға болады? Дін мәселесін жатқызуға болады. Ал? Дін мәселесін жатқызуға болады. Әртүрлі көзқараста болу, және технологиялы біреуін жатқызайық, кәнеке, сонымен қорытындылаймыз. Өнеркәсіп дамымауы, Өнеркәсібі топ. техника жағынан артта қалуы. Технологиялық жағынан және өнеркәсіп жағынан кешеуіл дамуы болып табылады. Жақсы, балалар, сонымен қарастырып көрейік, Қоқан автономиясы Алаш орда үкіметінің ортақ идеясы неліктен жүзеге аспадың ішіне, яғни бұқара халықтың толық қолдауына ие бола алмады, екеуі де большевиктер ұсынған ұрандарды сияқты нақты бағыттары болған жоқ, олардың бір алдында сіздер айтқансыздар, нақты екеуінде бағдарламасы болмады деп. Қолдайтын ірі саяси күштердің болмауы, әскери күштердің болмауы, жаңа милицияны атап шықты, саяси бағыттары әртүрлі болды, және ұзақ мерзімді бағдарламалары болмаған екен. Жақсы, балалар, сонымен рефлексия өткізіп, сонымен қорытындыласақ сабағымызды. Кәнеке, сіздерге не қызықты болды? Кім қосылып айтқысы келеді? Мен үшін Вен диаграммасын толтыру қызық болған еді. Қызықты болды, жақсы. Мен үшін тоқтар қызықты әрі өте қызықты болды. Пайдалы болды деп айтуға болады, Жақсы, маған бұл болашақта қажет болады. Не қажет болады сіздерге болашақта? Қандай ақпарат?
Маған жаңағы ұлттық автономиялардың қызметтері болашақта қажет болады. Иә, құру тарихы, иә, жалпы ерекшелік жақсы. Не қиындық туғызды сіздерде? Жаңағы олардың саяси, әлеуметтік жақтарын талдау. Факторларын талдауда қиналып қалдыңыздар, иә? Жақсы, сіздерді қандай ой толғандырады екен? Не ойландырады екен сіздерді? Осы екі автономияның жүзеге аспауы. Неліктен, иә, қандай мүмкін қандай жолды қолдану керек еді, иә, қандай көмек керек болар ма еді деген секілді, иә, оларға жақсы. Немесе егер де осы автономиялар құрылып, оларды кеңес үкіметі қолдаса, ары қаратай тарихи даму, яғни қалай жүрер еді деген сияқты, иә, мәселе толғандыруы мүмкін. Жақсы, рахмет балалар сіздерге, көп рахмет. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сау болыңыз апай. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.